Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі тіршілігім қыс айына компот жабамыз. Компотқа менде вишня, шие дейміз, алқоры, слива, түгі жоқ шабдалы және өрік. Осы 4 түрінен жабамыз. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей достар, банканы стерилизовать жатырмын. Банканы жай кәдімгі ас содасымен жуып аламын бірінші жақсылап. И осылай газда стерилизовать етем. Крышкамыз қайнап жатыр. И екі кастрөлді кәдімгі фильтрдің суы қайнап жатыр. Дайын болған банкаларымызға жемістерді шетінен сала береміз. Әр жемісті 3-4 штуктан салдым. Шиені шамамен 2 ұстай салып отырдым әр банкаға. Жемісі мол болды. Достар, суымыз қайнады. Аса толтырмай, жемістер батқанша құйсақ болады бірінші суын. Ыстық су құйған банкаларды сыртын жылығып жауып қоямын. Суып қалмасын деп. Ыстық болып тұрса, ішіндегі жемістері тезірек пісіп дайын болады. 20-30 минуттай тұрды. Бірінші суымыз. Енді бұны төгіп тастамай, кастрөлге қайта құйып аламын. Осы суды қайнатып, қант салғаннан кейін қайта құямын. Мынандай пластмасс крышка өте ыңғайлы, осылай суын құйып алғанға жемістер түсіп кетпейді. Өте жақсы зат. Суын құйып алдық, енді қантын саламыз. Мынандай орташа кружкамен салдым, аса толтырмай. Шамамен 150 граммдай шекер 2 литрлік банкаға. Суымыз екінші қайтара қайнап шықты. Енді қант салынған банкаларға бәріне шетінен құйып шығамын. Шиеміздің түсі қып-қызыл болып әдемі түс береді компотқа. Ал енді жабамыз. Күндік еңбегіміз қыс бойы азық болады. Қонақ келіп қалса да аша салғанға өте жақсы. Тексеріп көреміз. Осылай шетінен бәрін жауып аламыз. Ал достар, міне компотымды жауып бітірдім. Осына 2 литрлік банкадан міне 19 банка шықты.
былтыр банк жапқанда мынау жемісін кішкене азырақ қылып суын көбірек қылып жапқан болатынмын. Ал биыл керісінше жемісін көбірек қылып суын азырақ қылып жаптым. 19 банк шықты. Енді бұны қазір мынау столдың астына қойып төңкеріп, үстіне одеяло жауып, суығанша солай тұрады. Сосын орнына қоямыз. Достар, енді осымен бүгінгі тіршілігім аяқталды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менің каналым ұнап жатса, жұмысым ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Өте қуанышты боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.